Сабақты зерттеу үдерісі біздің мектеп гимназияда 2015 жылдан бері жолға қойылған. Қазірдің өзінде осы бағытта 4 мектеп тренері жұмыс жасайды. Сабақты зерттеу үдерісі арқылы білім сапасының артуына, мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін дамытуға, белгілі бір анықталған мәселелердің шешімін табуға зор мүмкіндік алдық. Сонда көп қамтитын мәселелеріміздің бірі 5-ші сыныптардың жоғарғы буынға бейімделуіндегі кездесетін кедергілер. Оның шешімін нақты табуды жолға қойдық. Бұл үдеріс жоғарғы сынып оқушыларының таңдау пәні бойынша сапасының өсу динамикасына әсер етуде. 7-ші сыныптарда жаңадан қосылған пәндерге бейімделуін қарастырдық. Сондай-ақ серіктес мектептерімізбен бірлесе отырып, осы процестің жүзеге асырылуына да үлкен мән беріп отырмыз. Ең бастысы, мектеп мәдениетін, сынып мәдениетін, мұғалімдер арасындағы кәсіби ынтымақтастықты дамытудағы ықпал ететін маңызды іс-әрекет деп есептеймін.